Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз Ньютон биномының биномдық үлестірімді нормаль үлестіріммен жуықтау болып табылады. Соған байланысты енді мына жерде әртүрлі жағдайлар бар. Кейде биномдық үлестіріммен әрине дәлірек есептеуге болады. Кейбір жағдайларда сандардың өте үлкен болуынан біз нормаль үлестірімін қолданамыз. Енді алдыңғы сабақтарда біз осы биномдық үлестірімге Пуассонды да қолданудың шарттары болатын. Енді мысал үшін бір шарт 1000 оқушы бар. Соның ішінен кездейсоқ, соның ішінде мысалға солақайлардың саны 150-ден көп болуының ықтималдығын табу керек. Алдымен бір кездейсоқ 50 оқушыны алып аламыз, оның ішінен солақай болуының ықтималдығы 0,16-ға тең екенін. Одан барып биномдық таралым көріпсіздер. Оны өте үлкен есептейтін болсақ, биномдық таралым, оны L тең 100-ден үлкен, байқап отырсаңыздар, өте үлкен сан. Осындай сандардан құтылу үшін, балалар, біз осындай үлкен қиын есептеулерден құтылу үшін біз нормаль үлестіріммен жуықтауын қолдануға тура келеді. Енді қарап отырсыздар, мына алдыңғы n тең 12, p тең 0,1 болған кезде біздің ықтималдықтар таралымы басындағыдай болды. Ол сияқты болды. Кейіннен уже жақындай береді. n 12 болғанда аз болды, n көбейді. Көрдіңіздер ме? Мұнан түгел ең соңынан n 60-қа барғанда p 2-ден 1 болған кезде мына суретіміз кәдімгі нормаль таралымның қисығына ұқсап келе жатыр. Яғни біз бір қорытынды жасауымыз керек. Біз қай кезде, қандай n мен p-ның кезінде біз биномдық таралымда n мен p-ның орнына нормаль таралымын, енді білесіздер, нормаль таралымда μ, одан сигма квадрат екен. Яғни биномдық таралымның орнына нормаль таралыммен қашан жуықтай аламыз? Ол сұраққа жауап міне тұр, балалар. Ең главный нәрсе міне. Көбейтіндісі np да 5-тен үлкен болу керек, nq да үлкен болу керек. Бұл бізде мәскте сұрақ болып қалуы мүмкін. Сол кезде сіздер, яғни әртүрлі сұрақ болады, мына таралым үшін қандай жуықтауды қолданған дұрыс және неге деген. Әрине сендер есептеген биномдық таралымның өзін қолданып шығара алсаңдар, онда осымен шығара беріңдер. Бірақ жаңағындай 150-200 есептеулер келгенде ол үшін бір күн, 2 күнде жетпейтін шығар. Сол кезде біз осы шарттарды қолданамыз. Яғни биномдық таралымның орнына біз жуықтап нормаль таралым, яғни μ-дің орнына, көрдіңіздер, np-на μ ғой бізде. μ-дің орнына np, ал сигма квадраттың орнына немесе дисперсияның орнына біз npq-ды қолданамыз. Енді мысалы бірінші мысал тұр, бұл жерде биномдық таралым 60-та 2-ден 1 болатын болса, онда нормаль үлестірім жуықтауға бола ма дейді. Шартты қолданамыз. np мен nq-да 5 болу керек. Шынымен де np мен nq-ды есептейтін болсақ 5-тен үлкен. Яғни біз нормаль үлестіріммен жуықтауға болады. Бұл жерде μ-іміз жаңағындай np-іміз 30 болады. Яғни n-іміз бұл жерде көріп тұрға 60 көбейтілген 2-ден 1. Ал вариант npq, яғни 60 көбейтілген 2-ден 1, көбейтілген 2-ден 1, яғни 15 болады. Сөйтіп, бұнау бағанағы басында берілген биномдық таралым, яғни n 60 ықтималдығы 2-ден 1-ді біз Ньютон нормаль таралымы орташа мәні 30, ал стандартты квадраттық ауытқу 15 деп, яғни қолдануымызға болады екен. Мынау мағынасы қалай? Мынау тиынды 60 рет лақтырғандағыны 60 рет тиынды лақтырған бір жаға етсуіне 2-ден 1 ғой. Нормаль таралым орташа мәні 30, стандартты квадраттық ауытқу 15 деп осымен жуықтауымызға болады екен. Енді мына жерде ең негізгі балалардың көп қате жіберетін нәрсесі, бізде мына формулаларды білуіміз керекпіз. Неге? Өйткені біз балалар білеміз, биномдық таралым ол дискретті шама. Яғни бүтін сандар мұнда. Ал нормаль таралым ол үздіксіз сама. Үздіксіз. Сондықтан біз дискреттіден үздіксізге ауыстырған кезде мына ережелерді балалар біз міндетті түрде қолдануымыз керекпіз. Мына бір ережелер. Қазір енді бұларды есте сақтап қалыңдар, бірақ бұлардың түгелі енді есеп шығару барысында түсінікті болатын шығар. Давайте бір есепті қарастырып көрейік. Бағанағымыз берілген 60-та 2-ден 1. Енді келесі ықтималдықтарды есептеңіз. p кіші 2-ден 1 дейді. Енді алдымен біз білеміз.
Енді мынаны өзін есептейтін болсақ қалай болады балалар? Биномдықпен есептейтін болсақ, бұл яғни 12-ден кіші дегеніміз ол p, x тең 0 плюс p, x тең 1 плюс p, x тең 12 деген сөз. Көрдіңіздер? 13 есептеу бар мына жерде. Түгел жеке-жеке есептеп отыра алмаймыз ғой. Сондықтан жуықтаймыз. Жуықтағаннан кейін бағана алдыңғы есепте итак көріп тұрды. Бұл дегеніміз Ньютон, қайдағы Ньютон? Нормаль таралым орта мәні 30 болды. S квадраттық ауытқуы 15 болды ғой бізде, да қарап алайық. Дисперсиясы бізде сигма квадрат 15 болды. Яғни былай айтқанда турасын 15-тің квадраты дей салайықшы. Сөйтіп бізде мюміз 30, сигма квадратымыз 15 болыпты. Сөйтіп не x кіші 12-ден не қараңдар, y 12 жағын. Қараңыздаршы, бізде 12-ден кіші деп қандай сандарды біз жұқтаушы едік? Мына жерден бүтін сан еді ғой. Егер, допустим, 12 бүтін 10-нан 3 болатын болса, біз оны жұқтаған кезде 12 деп жұқтау салшы едік. Мысалы, 12 бүтін 10-нан 4 болса, онда біз жұқтаған кезде 12 дей салшы едік. 12 бүтін 10-нан 5-ті біз жұқтаған кезде 13 деп жұқтап кететін. Бірақ 12 бүтін 49-ды жұқтасақ, ол 12 деп жұқтап кетеді. Соған байланысты x кіші не тең 12-нің орнына біз мынау дискретті шама, мынау уже үздіксіз шама. Бағанағы алдыңғы формула бойынша 12 бүтін 5-тен. Міне дискреттіктен үздіксізге ауыстырдық. Енді ары қарай үздіксізден кейін уже бірден кетеміз. Мынау x-ның 12 бүтін 5, ана не бойынша бар ма? Z тең x минус мю бөлінген сигма деген. X минус мю бөлінген сигма ары қарай есептедік. Міне ары қарай мен ойымша сіздерге түсінікті. 16-да дәл солай. 16 деген қандай сандарды 16 деп біз дискретті шама ғой. Қандай саналды 16 деп жұқтаушы едік? Әрине ол 15 жарымнан үлкен және 16 жарымнан кіші сандар. Ары қарай жаңағы мына формуланы қойылып, мына формуланы қолданып x минус мю бөлінген сигма екі жағына жеке-жеке қойдық міне. Осындай сан шықты. Енді оны білесіңдер, мынадан кіші, мынадан ары қарай таблицаның күшімен есептелінуді білесіңдер. Міне бұл өте маңызды балалар, яғни мына жуықтауды сіздер білулеріңіз керексіздер. Міне кіші не тең деп тұрған 0,5 қосылады. Кіші деп тұрса балалар, обязательно ол кіші болған тең болмайды, значит, ол уже как минимум бір санға аз болып минус 0,5 деген сөз. Мына қараңыздаршы, мына p x кіші қандай да бір x-тан дегеніміз, оны дискретті шамадан дискретті шама мынау мен мынаның айырмашылығы бар ғой. Мынау кіші болатын болса, онда p бұл кіші не тең, допустим, жерде x минус 1-дан деген сөз емес пе? Ал x минус 1-дан деген сөз, мен алдыңғысы бойынша 0,5 қосылады, сонда бұл уже p, y кіші не тең, мына 0,1 қосылатын болса, 0,5, но уже x минус 0,5 дегеніміз содан шығып тұр. Мынадан шығып тұр. Енді қалған логикаға бағынатын сияқты, мына уже дәл мынаны қолдансаңыздар, ол мынаған келеді. Тағы бір есепті қарастырып көрейік келеді. Нормаль заңын жұқтау есепті қолдануға болатын анықтайды. Енді бағана бұны анықтау үшін np мен nq екеуі де 5-тен үлкен болу керек. Осыны тексере саласыздар. Допустим, нөл тексере салайық. Мысалға 70 көбейтілген 100-ден 1. Ол уже np 7 бөлінген 10. Ол уже 5-тен үлкен емес. Значит, мына жерде біз уже биномның жуықтаудың орнына бином тарауға нормаль жуықтауды қолдана алмаймыз. Мынау үшін жарамайды. Енді бұны кездейсоқ шамашы параметрлар np біреуін есептеп көрейік. Допустим, мына бірді алып көрейік. p x үлкен не тең 26. Ең алдымен бола ма, болмай ма? Давайте np тең 80 көбейтілген 0,4, 0,832. Енді екіншісі nq. Бізде p-мыз 0,4 болатын болса, q-мыз 0,6 ғой, 1-ден 0,4 тапсаймыз. 80 көбейтілген 0,6, 826, 826 мочы десіз. 48, яғни екеуі де 5-тен үлкен, яғни қолдануға болады. Біріншісі, биномдық, биномдық таралым 80-де 0,4-міз бізге айналады, жуықтаймыз, нормаль таралым. Біріншісі, мюміз бізде формула бойынша қалай еді, бағана np не тұрған не? np, екіншісі npq. Мюміз np.
Оны бағана есептедік, NP-мыз бізде 32 шығып тұрды. Яғни орта мәні 32 болады. Енді дисперсиясы NPQ ол D тең NPQ тең 32 көбейтілген Q-мыз 0,6. 32 0,6-ға көбейтсек, 32 көбейту 0,6 тең 19,2. 19,2. Мынау бізде сигма квадрат, яғни осының түбірін астынан квадрат десем. Осы бойынша есептеуіміз керекпіз. P x үлкен тең 26. Но дискретті шама алдымен обязательно үздіксіз шамаға аударуымыз, x демейміз, енді басқа бір y дейік. Обычно бағана формула бойынша y. Қандай сандарды біз 26-дан үлкен деп аламыз? Қандай сандарды біз 26-дан үлкен деп аламыз? Жуықтаған кезде 26-ға қайсыны біз жуықтаймыз? Егер де ол 25,6 болатын болса, біз оны шамамен 26 деп жуықтаушы едік қой. Яғни y болады, бұл жерде үлкеніне тең 25,5 деп ойлап тұрмын. Жаңағы формуламен тексере салайық. X үлкеніне тең бізде мына жерде 25 тұрды. Есімде тұрса, мына жерде қазір қарап жүрейік. 26 тұрды. 26 тұрды дұрыс. Қараңыздар, бізде есепте мына жерде 26 тұрды шынымен де. И міне қандай санды мен 26-ға жуықтаушы едім, 25,5 дұрыс. 26-дан 0,5 сым 25,5. Яғни міне нөмір формуланы қолдандық. Енді міне дискретті шамадан үздіксіз шамаға ауыстырдық. Ары қарай енді нормальдан биномнан енді нормальға ауыстырамыз. P z үлкеніне тең 25,5 минус x-міз бізде 32 бөлінген түп арасында 19,2. Енді мынаны P z үлкеніне тең 25,5-тен 32-ні алам. 25,5 минус 32 тең минус 6,5. Минус 6,5 түп арасында 19,2-ке бөлсек. 19,2-нің алдын түбінде 4,38. Енді менің калькуляторым сіздерден жеке. Бұл 1,5 шықты менің ойымша. Бұл P z үлкеніне тең минус 1,5 шықты. 1,503 деп тұр, 0,4 дей салайыншы примерно. 0,4 ары қарай сіздердің калькулятор. Мынау мен балалар жай калькулятормен есептеп отырмын. Сіздер енді инженермен дұрыстап есептеңіздер. Менде дәл қазір инженерный жоқ болып тұр. Тең. Енді теріс сананың үлкен білеміз ғой да. Мына бізде 0 минус 1,5 деген примерно мына жақта жатыр. Осыдан үлкен болуының ықтималдығы мына жақта ғой енді бізде. А мен оны мына 1,5-нан кіші болуының ықтималы дей салам. P z кішіне тең 1,504 дей салам. Ары қарай мен ойымша енді таблицадан қарай салуға сіздерге ешқандай қиындық тудырмайтын шығар. Менде дәл таблицада жоқ болып тұр. Сонымен рахмет, сабақ осымен бүгінде аяқтаймыз. Так. Қазір мен аяқтап алайын балалар, тұра тұрыңдар.